Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге тіс шығу кезінде көмекпен бөлісетін боламын. Жалпы тіс шығу дегеніміз физиологиялық құбылыс. Кейбір балаларда тіс шығуы ауырсынумен өтетін болса, ал кейбір балаларда ешқандай белгілерсіз өтуі мүмкін. Тіс шығу жалпы баланың 3 айынан бастап 1 жасқа дейін аралықта шығуы қалыпты болып саналады. Сондықтан да менің балам 6 ай болды, неге тіс шықпады, менің балам 7 ай болды, неге тіс шықпады деген ата-аналарда көп қорқыныш болуы мүмкін. Сондықтан да ешқандай да қорықпаңыздар. Баланың тісі 1 жасқа дейін шығуы ол қалыпты жағдай болып саналады. Тіс шығуының белгілері қандай? Тіс шыққан кезде бала мазасыз, жылауық болады, ұйқысы бұзылуы мүмкін, температурасы көтерілуі мүмкін. Температура 38-ге дейін көтеріледі тіс шыққан кезде, ал 38-ден жоғары болатын болса, онда бұл тіс шығуының белгісі емес. Қызыл иегі ісініп, ауырсынуы мүмкін. Енді тіс шығу кезінде балаға қандай көмек көрсетеміз? Біріншіден, балаға мұздатылған, салқындатылған силикондарды беруге болады. Яғни салқын нәрсе ауырсыну сезімін басады. Сол үшін де осы силикондарды холодильникке салып, балаға тістеуге ұсынсаңыздар болады. Екіншіден, қызыл иекке массаж жасаймыз. Арнайы аптекадағы силиконовый қолғаппен жасасаңыздар болады, немесе қолдарыңызды тазалап, жуып жасасаңыздар да болады. Және бала қатты мазасызданып жатса, ибуфенді немесе парацетамолды салмағына қарай өлшеп берсеңіздер болады. Өйткені ол ауырсыну сезімін басады. Және де ең айта кететін нәрсе, құрамында лидокаины бар мастерден аулақ болғандарың үшін. Өйткені лидокаин баланың организм үшін улы әсер етеді. Сондықтан да одан аулақ болыңыздар. Яғни камистат бейби деген сияқты препараттардан.